Қыздар, біз бүгін сіздермен осындай алмалы штрудель дайындаймыз. Ол үшін алдымен алмамызды жуып кептіріп, осылайынан ұсақтап турап аламыз, яғни кубик етіп. Бұдан соң қызып тұрған табамызға сары май салып, үстінен алманы саламыз. Енді бұған жарты шай қасық корица, 3 ас қасық қантымызды салып, жақсылап араластырып, 5-6 минутқа қалдырамыз. Енді қамырын жаямыз. Мен дүкеннің қатпарлы қамырын алдым. Оны жайып ап, үстіне жаңағы алмамызды салып, жазып шығамыз. Бұдан соң оны рулет етіп ораймыз. Пешімізді 160-170 градусқа қойып, осы дайын болған рулетті 30-35 минут пісіріп аламыз. Міне біздің рулетіміз, яғни штруделіміз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын, жасап көріңіздер.